Бүгін біз осы Назарбаев зияткерлік мектебіне келіп отырмыз. Және де бүгін біз бұл жерде 3D модельдеу жайлы өттік. Және оның арқасында мен бүгін өзімнің брелогымды жасап шығарып көрдім. Перед вами стоит проблема, да, то есть люди с определенными какими-то ограниченными возможностями. И на сегодняшнем мастер-классе ученики самостоятельно, зная биоинженерию, то есть инженерия плюс биология, как можно создать какой-нибудь инструмент из подручных материалов и сделать другое оборудование для руки, то есть для вместо гипса. Бүгін біз осы мастер-класста инновациялы гипс жасап отырмыз. Бұл инновационный гипс, ол карбоновый материалда қолданады. Осы гипс тек қана материалмен ерекшеленбейді, сонымен қатар осы жердегі құрылғылар сіздің телефоныңызға арнайы ақпарат жібереді. Бұл ақпарат сіздің сегіңіз жазылуына қанша қалды екенін көрсетеді. Бұл біздің идея, және осы мастер-класс бізге үлкен тәжірибе беріп отыр.